Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын, бір жасағаннан дәмді болатын пигодидің рецептімен бөліспекшімін. Дәл осы рецептімен жасап, жақындарыңызды қуантып, дәмді тамақ жасап беріңіздер. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Талай қызықты рецептілер жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен сүт пен суды араластырамыз, екеуі де жылы болуы керек. Оның үстіне тұз, аштықы, сұйық майды салып жақсылап араластырып аламыз. Қажет заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде жазылған. Електен өткізілген ұнды сұйық массамызға шетіне салып отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Бетіне аздап сұйық май жағып, салафанмен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілу үшін қойып қоямыз. Енді пигодидің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, пияз, капуста, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Ең бірінші пиязды алып, ұсақтап турап аламыз. Келесі капустамызды алып тураймыз. Бізге өте көп капуста қажет емес. Менде 3 адамға жасалғандықтан осындай аз мөлшерде алып турап шықтым. Соломка қылып тураймыз. Келесі қызып тұрған майымызға фаршты салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне пиязды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Пісудің қажеті жоқ. Аздап қуырылғаннан кейін үстіне туралған капустамызды салып, тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз және де суытып қойып қоямыз. Тұз бен қара бұрышты дәміне қарай мөлшерлеп қосасыздар. Салмасын дайындап қойдық. Біздің қамырымыз көтерілді. Осы қолмен бассаңыздар жұп-жұмсақ үлпілдек қамыр болып шығады. Менде бұл рецепттен 16 штук пигоди жасалып шықты. Яғни 16 домалағын жақсылап домалақтап, видеодағыдай қолдың көмегімен немесе столға қойып домалақтасаңыздар да болады. Барлығын домалақтап алғаннан кейін қамырымыз кеуіп кетпеу үшін 10 минутқа бетін салфанмен жауып қоя тұрамыз. Сол кезде біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып көтеріледі. Және де екі жақ бетінен қолдың көмегімен басып отырып, қамырымызды жайып аламыз. Ішіне мөлшермен салмамыздан салып, дәл видеодағы әдіспен өріп шығамыз. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, бірақ видеоны асықпай анықтап қарасаңыздар, 1-2 жасағаннан кейін қолдарыңыз үйреніп, тез өріп шығатын боласыздар. Мінеки осындай әп-әдемі сүйкімді пигодиді өріп шықтық. Қазір екіншісінде жасалу жолын асықпай көрсетіп шығамын. Барлығын дәл видеодағыдай әдемі қылып өріп шыққаннан кейін мантаваркамыздың әрбір табағын сұйық маймен майлап дайындап қоямыз. Және де бір-біріне өте жақын қылмай, арасын алшақтау қылып пигодиді орналастырып шығамыз. Бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоя тұрыңыздар. Біздің пигодиіміз көтерілу керек. Одан кейін барып газға немесе плиткаларыңызға қойып 40 минут аралығында пісіріп аласыздар. Мінеки біздің көтеріліп шығатын пигодиіміз дайын болды. Қолмен басып көрсеңіздер де мыжылмайды, арасы барлығы ашылып көтерілген. Үстінен қанша бассаңыздар да қайтадан орнына келіп тұрады. Осындай үлпілдек пигодиді жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осылай дәмді және
өте әдемі болып шықты. Сіздерге осы рецептіні жасап көруді ұсынамын. Ұнайды деген сенімдемін. Мінекей арасын ашып та сіздерге көрсетемін. Ешқандай шикі болмаған, өте жұп-жұмсақ, дәмді болып піскен. Әрі бұл тағам өте тойымды болып келеді. Жалпы пигодидің жанына корей салатын жасасаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтын дәммен ұсына бересіздер. Осылай ортасын кесіп, салатты қойып, және де майонезбен бетін әрлеп дастарханға сұндым. Сонымен достар, біздің өте дәмді пигодиіміз дайын болды. Сіздерге ас болсын, ұнайды деген сенімдемін. Каналымызға қолдау көрсетіп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Альмира. Ас болсын.